Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін бір үйдің авионын алдық. Ыстық су, мұздай су, отопление, канализация. Сол мынадай яма қазып қойған. Тереңдігі 1,10, 1,20 болса да зияны жоқ. Сырттан келген су қаппау үшін 1,10 оны көрсетіп тұр. Неге осы жерде сырттан келетін водопроводтан келетін су жалғаймыз. Судың трубасын қалдырып кету қазіргі жұмыстар әзірге. Сосын канализацияның трубасын шығарамыз. Одан кейін былайынан мына бөлме душ, не болады, туалет болады, кір машина, оңайып тұрады. Оның ар жағында бөлме бөлінеді дейді. Сол саяқ жуатын. Ана жерге саяқ жуатынға канализация қалдырып кету керек. Оған керек заттар 25 труба. Стекловолокно дейді. Наны стекловолокно. Мындай қызыл сызықтар болу керек. Стекло или көк, жасыл әртүрлі шығарып жатыр. Мұздай судың трубасын алмай қойған жөн болады. Пайкасы слабый болады оның. Кішкене былай қозғалыстарда, жер қозғалыстарда топырақ салынып жатқан кезде сынып кетуі мүмкін, трещина беріп, су кетіп қалады. Сосын мұздай суды қаптайтын 25 труба алдық біз. Оған 32 мынадай қап қатырмайтын қыстың аязда. Оның сыртынан 40-тық. Қосымша екеуін кигізіп жіберген дұрыс болады, бірінің сыртына бірін. Онан кейін канализацияның трубалары мынадай 50 сантиметрлік, 30 сантиметрлік. Тройник, косой, отвод, полуотвод дейтін 45 градус, 90 градус. Мына резиналарымен, мында 2 метрлік труба, 1 метрлік трубалар. Балқар керек болады, префоратор керек болады, қабырға бекітетін. Олардың арматуралармен, сымдармен байлап қоямыз. Топырақ толтырған кезде өрбен алып кетпеу үшін. Силикон керек болады. Әрғай жұмыс барысын сосын көрсетемін. Осылай қазып, үстіне дұрыс топырақ толтырмай, суды, канализацияны есептеп, жұмыс істеп білетін бір адамды қалдырып шақырған дұрыс. Жүргізіп берем, содан кейін стяжкасы құйылады, сосын теплый пол жүреді, одан кейін отоплениенің трубасы жүреді бұл жерден. Сондай 1, 2, 3, 4, 5 бөлмелі үй. Ванна, кухняны есептемегенде. Қазып қалдырып, бірінші су тастаймыз, одан кейін тас салып астына өрбен келтіріп канализацияның трубасын жүргіземіз. Алдыңғы видеоларында бар. Біреулер трубаның фундаментпен бірдей қалдырып кеткен. Оны кесіп, отвод кигізген, өртеп, отвод кигізген видеоларым бар. Бұрынғы канализация отопление жүргізгенде қиналған кездерде болды. Біреу суын тартып кетеді, біреу канализациясын тартып кетеді. Отопление тартып, теплый пол тартайын десең, астында труба жатыр, қай жерде екенін білмейсің, тесіп аламын ба деп қорқасың. Одан бір адам шақырған дұрыс болады. Барлығын рет-ретменен жүргізіп кету үшін. Басынан адай ағаш көріп істейсің де астыға су кірмеу үшін адай пакетпен орап, сыммен байлап тастайсың. Анаған пакетпен орап қойсаң, тышқан кіріп кетуі мүмкін да. Ішіне тесіп тастау мүмкін, топырақ толып қалады, сосын тышқан тесіп тастап. Сол үшін ағаш қоясың, онан кейін пакетпен орап, сыммен байлайсың. Мына ямының мына жерінде қалу үшін кейін жалғап, мына жерден жалғап, әрғай водопроводтың суы келсе, соған жалғай саласың. Онан кейін ағаш, онан кейін пакетпен сыммен тастап, су өтпейтін қойды барық. 25 труба, 32 қаптайтын, оның сыртында 40 қаптайтын. Мынадай болып шықты. Сыммен байлап, бұл
Екеуімен қаптаған себебім Жандос поселокта мына уже 60-70 сантиметр қазғаннан кейін мына тас асты сол күйі тастарды көресіз, осының үстінде домалақ дәу тастар. Сосын тауға жақын болған соң су қатты болады бұл жақтың. Сол себепте екеуін қабаттадым. 60-70 сантиметр топырақ шыққаннан кейін ар жағына да кілең тас болып кетті. Арада кілең тас. Сол себептен екеуін қабаттадым. Тастың арасында суықта қаттылау болады. Тоң қатып барса, ар жағы да қатып қалуы мүмкін. Трубаның ішіндегі су. Жаңа осы 2 сағат бұрын бастаған жұмыс. Ана астында трубасы жатыр. Неге? 2 қабатталған 25 сен. Онда канализацияның трубасы шықты. Мына кейінгі. Ішті көрсететін болсам, мына жерден мындай болды. Осылай косой менен 2 жаққа тарады. Мына жақта бірнеше умывальник. Онан кейін мына жерде унитаздың несі. Мына жерде мойка отсая жуатын. Мына жерден қабырға бөлінеді. Онан кейін мына жақта душтікі. Мына жақтан екінші жағына келіп, екінші тарауы. Мына жерге душ істеймін дейді. 10 сантиметрдей кірпіш көтереді. Негізгі полдан. Сөйтеді, 1/20, 1/10-ға 1/10 или сондай қылып осы жерге дейін бетон құяды. Сосын кабельменен бетіндегі сеткасын қойып мына жерге душ болады. Мына тоқ ыңғайсыз қалған екен. Бұны өзгертеді әлі. Мына жаққа кір машина мен умывальниктің несі. Мына жерде бір ауыз через косой қоя салады. Ана жаңағы тоқты мына жаққа келіп түсірткізем. Душтың қасына тоқ болмайды. Бұл жерде кабинаның ішінде қалып кетейін деп тұр. Осылай жұмыс. Топырақ толтырғанда мына ішіне топырақ толып кетпеу үшін мындай пакеттермен аузын жауып қоясың, сыммен байлап. Сондай қылып. Онан кейін толтырып жатқанда өрегін қозғалып кетпеу үшін мына арматурларға сыммен байлап тастайсың. Мінекей. Сондай қылып. Қанша арматур қақтың, соң бәріне байлап шыққан дұрыс. Қозғалып кетпеу үшін.